Бәріңізге ассалаумағалейкум. Қадыров қайтар емес, оның Киевке жетіп барғаны рас па? Шешенстан басшысының басын кесіп әкелгендерге сыйақы тағайындалды. Оны өлтірген адамға не берілмек? Украинаға болысып, орысқа қарсы соғысқысы келетін шешендер де бар болып шықты. Олар Зеленскийге қандай өтініш айтты? Принять участие в освобождении Украины от агрессора. Ресейдің Қытайдан көмек сұрағаны шын ба? Ал орыстың журналистері өтірік ақпарат таратудан шаршаған. Тікелей эфирде плакат ұстап шыққан тілші қызды қандай жаза күтіп тұр? И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Мұндай сұмдық ақпараттарды сізге білген дұрыс. Әр қазақ бұндай бала бұйырмасын, мүгедек бала бұйырмасын. Құдай үшін Алла сақтасын. Ойлаңыздаршы, мынандай мүгедек бала бізде әр қайсымызда болса не істер едік, айтыңыздар. Мына екі кісілерге беріп тұр. Енді үшінші балаға жоспарлауға бұл кісілер жоқ. Өтте қорқып қалған. Ойлаңыздар, екі бала мүгедек болып туылып қалғаннан кейін әкесі неге жұмыс жасамайды, неге үйде отырады? Әрине, екі бала мүгедек. Бір үйде екі бала мүгедек. Ойлаңыздар, сол үшін екі балаға жәрдем береді, және әйеліне де жәрдем береді. Енді бұл балаларға пенсия бөлінеді, жете ме, жетпей ме деп сұрасақ, жоқ, әрине жетпейді. Дәрі алады, керек жаттары бар. 100 теңге болсын, 500 теңге болсын, қаражат жарай жоқ болса да, баттапқа және туысқандарына, достарына таратуды сұраймыз. Өйткені сіз себепті боласыз. Әр қазақ жалғызым көмек етеш. Мен саған бірдеңе дедім ба? Мен саған өкшең қисық дедім ба? Мұрным шық дедім ба? Әкең жаман дедім ба? Шешең жаман дедім ба? Қайын жұртың жаман дедім ба? Бір ешкің жаман дедім ба? Ботың қисық дедім ба? Мен саған айшы. Әзіл болса да ақиқат сол. Путин өзімен өзі жатқан елдің астан кестеңін шығарды. Ал оған барынша адал екенін танытып, Рамзан Қадыров шапқылап жүр. Шапқылаған сонша Киев маңына жетіп барған. Шешенстан басшысының Украинадағы соғыс аймағында жүрген видеосы желіде жарияланды. Видеоны Грозный мен РТ телеарнасы таратты. До Киева осталось 7 километров. Бейнежазбада сарбаздар Шешенстан басшысына соғыс әрекеттерінің барысы, сондай-ақ шабуыл туралы егжей-тегжейлі баяндайды. Сіз бізге айтқан стратегия 100%-ға орындалды дейді қауіпсіздік күштерінің бірі. Ал Қадыров болса, біздің басты мақсатымыз Киевті алу дейді. Мұнда Қадыровтың Украинада екендігі айтылмайды. Әйткенмен украиналық бұқаралық ақпарат құралдары барлау қызметіне сілтеме жасап, видео Украина аумағында түсірілгенін хабарлады. Қадыровтың Киевте екендігі туралы ақпарат пайда болғаннан кейін Зеленский кеңсесі, егер бұл рас болса, Украина қарулы күштері оны жояды деді. Шешенстан басшысының өзі бұл мәлімдемеге Telegram каналында жауап берген. Сонда жазғаны: неге егер дейсің? Видеоны көрген жоқсың ба? Әлде мен есіктеріңе қағып кіруім керек пе дейді. Осыдан соң Қадыров желіде таралған видео Киев маңындағы елді мекенде екенін түсіндіреді. Келесі күні біз шамамен 20 шақырым жерде болдық. Ал қазіргі уақытта одан да жақын бола түстік. Қаншалықты жақындай түскенімізді болжап көріңдер деп жазды Шешенстан басшысы. Ал Украина жоғары радасының бұрынғы депутаты Евгений Рыбчинский Рамзан Қадыровты өлтірген адамға сыйақы тағайындағанын айтты. Ол Фейсбуктегі парақшасында Қадыровтың басына келген адамға Киевтің түбінен 40 телім жермен үй беремін деді. Рамзан Қадыровтың мұндай қадамға барып Путин басқыншылығын қолдап қуаттағанына елдің көбі аң-таң. Мұндай сәттерде жұрттың есіне Джохар Дудаев бірден түседі. Атақты шешен жауынгері азаттық қозғалысының басшысы өле-өлгенше орысқа бас имек етті. Оның 22 жыл бұрын айтқан болжамы дәл келіп жатқандай. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию.
окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе военном, не только военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. Сколько можно. Россия, по сути дела, рэкетер. Вот она угрозами, танками, армадами, выбивает себе деньги. Вот. Енді мына видеоға зер салыңызшы. Шешен жігіті Зеленскийге үндеу тастап, Украина үшін соғысқа келетін шешендер өте көп. Олардың келуіне мүмкіндік жасауын сұрады. Хотел бы попросить вас, чтобы разделяли чеченцев и кадыровцев. Мы, чеченцы, хотим принимать с вами участие против борьбы, против агрессии России. Тарихқа көз салсақ, өткен екі шешен соғысында Шешенстан халқы екіге бөлінді. Дудаев бастаған батырлардың саясатын қолдайтындар Ресеймен бітімге келуді қолдамады. Ал оларға қарсы топ келісім ұсынды. Ақыры екінші топ Ресей қолдауымен жеңіске жетті. Дудаевшылар қаза тапты, шетелге қашты. Енді міне араға 25 жыл салып, осы екі топ Украинада қайта соғысатын сияқты. Шешен қолбасшыларының бір кездері орыстан именбей, көздеріне тура қарап, өрлене сөйлегені көзден бұлбұл ұшқандай. Ондай жігіттік, батырлық тарихпен бірге мәңгі ғайып болғандай. Садитесь. Нормальный тон. Давайте мы Садитесь. поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если тогда я вообще буду. Садитесь, пожалуйста. Нельзя. Вы можете меня с вами договориться. Ал Ресейдің арты белгілі болған сияқты. Қытайдан әскери және экономикалық көмек сұрады. Бұл туралы The New York Times және The Washington Post газеттері аты аталмаған ақш үкіметіндегі дерек көздерге сілтеме жасап хабарлаған. Мәскеу Украинамен соғыс басталғаннан бері Бейжіңнен әскери техника мен басқа да көмек сұрап келеді. Соғыстың 3-ші аптасының ортасына таман Ресейде қарудың кейбір түрлері таусылады деген болжам бар. Атақты CNN арнасы болса, ақштың жоғары лауазымды шенеунігіне сілтеме жасап, Ресей Қытайдан әскери көмек, оның ішінде ұшқышсыз басқарылатын ұшақтар сұрағанын хабарлады. Ал ақштың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джек Салливан Қытай Ресейге көмектесуге тырысатын болса, оның салдары ауыр болатынын ескертті. Ресей телеарнасының тікелей эфирінде сұмдық жағдай болды. Жаңалықтар жүргізушісі хабар жүргізіп жатқан шақта соғысты тоқтатыңдар деген ұранмен бір қыз атып шықты. Телеарна бірден басқа сюжет көрсетіп жіберді. Батыл қадам жасаған қыздың қолында соғысты тоқтатыңдар, пропагандаға сенбеңдер, бұл жерде сендерге өтірік айтып жатыр деп жазылған плакат болған. Бұл ер жүрек қыз Марина, ол бірінші арнаның қызметкері екен. Өзінің әрекетінен кейін арнайы үндеу жариялады. Қазіргі уақытта оған қарсы іс қозғалып, тергеліп жатқан көрінеді. Әйгілі америкалық кәсіпкер Илон Маск те қарап отырған жоқ. Ресей бастаған соғыста Украинаны қолдайтын жеткізді. Тіпті ол Путинді жекпе-жекке шақырды. Бұл туралы ол Твиттердегі микроблогында жазған. Мен Путинді жекпе-жекке шақырамын, бәс Украина деп жазды ол. Екі ел арасындағы кескілескен шайқастың басталғанына да жарты айдан асты. Бірнеше мәрте келіссөзде жүргізілді. Түк нәтиже жоқ. Шегінерге жол жоқ, алдымызда Киевте Путекең отыр. Зекең болса, қанға қан, жанға жан дейді. Бәрінен бұрын қарапайым халыққа обал. Сіз үшін білген дұрыс.